Саламатсыздар ма? Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Қалай жағдайларыңыз? Жақсысыздар ма? Айнура ханым, саламатсыз ба? Сабақта емессіз ба? Индира ханымның сабағында. Бүгін тура біздің Zoom конференцияға қарама-қарсы келіп қалыпты енді. Кішкене адамдар аз болуы мүмкін. Біраз уақыт эфирде болмадым. Бетінен көріп отырсыздар. Көрдіңіздер ма? Мынау ораза айында хиджама деген сүннет дейді ғой. Соны денелімізге істетіп, бетке де, косметический бетке де істеттім. Соның нәтижесінен біраз уақыт эфирге шыға алмай қалдым. Енді ренжімейсіздер. Қазір кішкене дақтар бар, но сонда да жүргізе береміз, Алла қаласа. Бүгінгі тақырыпты алып отырған себебіміз, қазіргі таңда көптеген кісілер хабарласып жатыр ғой. Дәрігер ретінде хабарласады, консультация алады. Соның в основном 40-50% көбісінің сұрайтыны похудение. Артық салмақтан қалай құтыламыз? Не ішсем артық салмақ кетеді? Бір нәрсені айтыңыз маған, соны ішем, артық салмақтан 1-2 айдың көлемінде 10 кило тастауым керек, 15 кило тастауым керек деп асықтыртып жазатын сообщениялар көбейіп кетті. Содан кейін қой, мен осы тақырыпты өткенде бір обещать етіп едім, тағы да бір қозғайын, себебі бұл проблемадан өзім басым өткеннен кейін кішкене өзімнің опытыммен, тәжірибеммен бөлісейін деп сіздерге осы тақырыппен шығуды жөн көрдім. Негізінен өте глобальный тақырып, өте қазіргі таңда 21 ғасырдың індеті десек те болады. Неге десеңіз, біріншіден ең үштікте тұрған сердечно-сосудистая система, одан кейін екінші онкологиялық аурулар, үшінші сахарный диабет деген үштікте тұрған аурудың түпкілікті причинасы осы артық салмақ. Түпкілікті причинасы. Яғни артық салмаққа бейім адам біріншіден жүрек қан тамыр ауруларына шалдыққыш келеді, екіншіден онкологиялық ауруларға шалдыққыш келеді, үшіншіден сахарный диабеттің екінші типті ауруына шалдыққыш келеді. Сол үшін де осы проблеманы кішкене ашып айту үшін сіздердің алдарыңызға шығып отырмын. Білесіздер, мен өзім осыдан 3-4 жыл бұрын 100 килоның ар жақ бер жағында болдым, 108 килограмм, одан кейін 97, осы шамада ойнайтын тұрмын. Ең бірінші бұл сұраққа жауапты қаншалықты мынау өзіміздің сферадағы жүрген кісілерден сұрайтынбыз постоянно, қалай арықтаса болады, қалай салмақты кетірсе болады, эндокринологтардан. Барлығының айтатыны бір, мынандай істейсің, біреулер ашып айтады, біреулер ашып айтпайды деген сияқты. Яғни бір 5-6 жылдың көлемінде, 4 жылдың көлемінде шешімін тапқан жоқпыз. Ең маған осы 4-5 жылдың көлемінде ұнаған бір ответ, мынау доказательная медицина деген Алматыда кафедрада сабақ өтіп жатқанымызда маған бір кісі, өте бір профессор күшті ұнады. Бір 50-60-қа келіп қалған кісі, жаңағыдай физикалық данные 35-тегі кісінің данныйындай өте жіптіктей, өте жаңағыдай терісі де жизнерадостный. Ол кісіден сұрайтындығымыз, барлық кафедрада врачтар отырып алып, сіз не істейсіз, қалай өзіңіздің тәртібіңізбен, өзіңіздің секретіңізбен бөлісіңізші деген кезде ол кісі айтатын: 8 порций фрукты и пробег от пота до одышки дейді. Болды, еш нәрсе айтпайды басқа. Ол не екенін түсінбейміз, ол не үшін өйтіп айтады, не нәрсе ол. Сөйтсек 8 порция фрукты деп атқанымыз сол витаминный, минеральный комплекстер екен ғой, оказывается. Қазір түсініп отырмын да мен оны. И от пота до одышки деп тұрғаныңыз ол күнделікті қимыл қозғалысыңыз екен. Яғни сонымен не керек, бас салып тренажерға да бардық, жүгірдік те, таңға тұрдық, контрастный душты жасадық. Істемеген бәлеміз қалған жоқ, істемеген нәрсем қалған жоқ.
но салмақ 85-ке дейін барады. Қалай жібересің жаңағының барлығын, қайттан көтеріледі. Жібересің, қайттан көтеріледі. Уже бір 3-4 жылдан кейін уже қолды бір сілтедік. Неге? Өйткені бір кісілер айтты, салмақ өзінің формасына, өзінің деңгейіне жеткеннен кейін қайтып, уже память укрепляться етіп, қайтып оны түсіргенмен бәрібір сол жерге келеді. Немесе одан арасып кетеді. Сен оны усложнен етпе, осы салмағының өзінде қалсаң, соның өзі саған жетеді деп уже тоқтатты. Неге? Өйткені нәтиже болған жоқ. Сонымен ең Арман аға, ассалаумағалейкум. Және де ең бірінші менің түсінгенім осы мынау 2000 суреттерді көрсеттім ғой сіздерге. Бірінші сурет, екінші сурет, үшінші сурет. Бірінші сурет 2017, екінші сурет 2016, 17, 18. Яғни 17-ші сурет пен 18-дің арасында біршама 20-25 килограмм разница бар. Неге? Өйткені уже тілін түсіндім мен ол жерде. Яғни біздің өзіміздің осы сферада жүрген наставниктеріміз, жол көрсеткен жақсы профессионалды дәрігерлеріміз бар. Менің өзімді жол көрсеткен. Сол кісілердің бірінші тәртібі айтатын, яғни мынау дұрыс тамақ, дұрыс правильно питаться дейді ғой, дұрыс тамақтану. Яғни ең бірінші біздің қателігіміз, жасайтын қателігіміз. Кешеде мынау кореялық врачтардың тікелей эфирінде отырмын. И дәл осы тақырыпты олар қозғап жатыр. И дәл менің істеген нәрсемді айтып жатыр да олар. Яғни бірінші біздің қателігіміз диетаға отырамыз ғой келіп. Диета дегеніңіз, в основном, диетаға отырамыз, немесе аштыққа отырамыз. Мүлдем жемейміз. Азайтамыз. Сіз неғұрлым тағамды азайтқан сайын, неғұрлым диетаға отырған сайын, сізде гликоген дейді ғой, мынау глюкоза төмендейді екен дағыны, жировая массаның, жирның, майдың адыраудың орнына сіздің бұлшық етіңіздегі белоктар адырайды дейді. Бұлшық ет семет. Сол себепті де неғұрлым бұлшық ет құрамы азайған сайын, оның орнын майлы жировая масса басады. Яғни сіз одан бетер салмақ қосасыз. Түсіндіңіз? Сол себепті де көп адамның қателігі су ішсем де, тамақ ішпесем де семірем дейтін судан екен. Ол қателіктен мен де өттім. Яғни неғұрлым тағамнан қысқан сайын сіздің обмен веществ, зат алмасуыңыз соғұрлым төмендейді, и соғұрлым салмақта кете береді, жировая масса. Одан кейін екінші тағы да бір нем қателігім, түсініспеушіліктің. Яғни осы бағытты неғұрлым алған сайын, наоборот, жаңағыда айтады ғой, салмақтан күресу барысында кейбір кісілердің несі салмақ көтеріле бастайды. Немесе салмақ бір орында тұрады. Бірақ сырттағы адамдар айтады, сен что-то азып атқан сияқтысың деп айтады, но салмаққа таразға түсетін болсаң көбейіп тұрады. Немесе бір орында тұрады. Сөйтсек, ол екінші бір қателік. Именно жировая массаның құрамын, орнын мышечный масса басқан кезде сіздің ет майдан нелеу болады ғой, артықтау болады. Сол үшін де салмақ артықтау болады. Сіздің объемыңыз кетеді. Сол үшін ең бірінші тәртіп сол объемды да өлшеп отыру керек. Объем ер кісілерде 90 сантиметр, ал әйел кісілерде 85 сантиметрдің жобасында норма екен. Соған да қарап отыру керек. Екінші бір мәселе, қазіргі таңда салмақпен күресем деген кісілерге бірінші очередь, мен де өзім мынандай круг алып алған тұғым, қазір Play Market'тің барлығында бар екен, ИМТ дейді ғой, индекс массы тела. Соны скачать етіп алыңыздар. Индекс массы тела алдыңыздар, и сонымен бойыңызды и салмағыңызды салыстырып программаға салып жібересіз. Сол жерде сізде қанша артық салмақ екенін көрсетіп береді, ашып береді. Сол артық салмақпенен уже сіздің күресіңіз басталады. Ең бірінші. Менің өзімде қазір 4 килограмм артық салмақ бар екен. 4 килограмм кеше есептедім. Яғни маған идеальный 70-72 килограмм. Қазіргі таңда мен 76 килограммын. Яғни бәрібір 4-5-6 килограмм ойнап отырады.
Қазіргі таңда мен не істеп отырмын, неден бастадым? Мен айтпаймын сіздерге бір диетаны сақтап жатырмын, басқа қылып жатырмын. Күнделікті менің тәртібіме 10.000 шаг кіреді. Күнделікті 10.000 шаг. 10.000 шаг жасамай үйге қайтпаймын, үйге кірмеймін. 10.000 шаққа сіздің 20 минут, ар кетсе 30 минут уақытыңыз кетеді. Стадионды примерно 10-15 рет айналуыңыз мүмкін, 300 метрлік стадионды. Екіншіден, күнделікті су. Қалай су ішуді үйрендім мен, солай салмақ кетті. Қалай су ішуді үйрендім, солай уже салмақ орнына келеді. Бірден результатты күтпеңіздер. Бірден 5 килограмм, 10 килограмм деген ол сұмдық нәрсе, ол патология. Ондай салмақпен кетіруге болмайды бір айда. Себебі сіздің салмағыңыз неғұрлым тезірек кететін болса, соғұрлым организмде привыкание дейді ғой, сол нәрсе болмай қалады, обвес кетеді. Салбырайды терінің барлығы. Екіншіден, іштегі органдардың барлығы салбырап кетеді. Анау бауыр бар, бүйрек бар, олардың барлығы уже өзінің қызметін, обслуживаниясынан кішкене ауытырып кетеді. Үшіншіден, сіздің мынау не дейді анау привыкание келмегендіктің нәтижесінен қайта салмақтың қалпына келу, немесе одан ары асып кету несі жаңағыдай не дейді анау салмақ қайттан келуі мүмкін. Сол жағынан абай болу керек. Және де мынау су, жылы су қайнамаған айтады ғой мынау. Желательно мен қазіргі таңда талая вода ішіп жатырмын. Талая вода мұздатып, мұз қылып ертіп ішсеңіздер болады. И және де үшінші мәселе ол физическая нагрузка. Жаңа айттым ғой, жүруден бөлек мынау кішкене мышечный массаны қалыпқа келтіру керек екен. Мышечный масса. Себебі сіздің бойыңыздағы обмен веществ, зат алмасу процестерінің барлығы неғұрлым тез жүреді, сіздің мышечный массаңыз жоғары болатын болса. Яғни ағзада жировая масса бар, и ағзада мышечная масса бар. Мышечный массаны кішкене накапливать етіп өзгертетін болатын болсаңыз, сізде мынау майдың ыдырау несі тезірек жүреді екен. Ал оны накапливать етудің мысалға бізге айтады ғой, қосымша бір продуктілер ішу керек деп. Көбісі оны біреулер түсінеді, біреулер түсінбейді. Егер де дейді, мен су ішетін болсам, физикалық нагрузка жасайтын болсам, жаңа сіздің айтқаныңыздың барлығын істейтін болсам, қосымша еш нәрсе ішудің қажеті жоқ, ол и так та арықтаймын дейді. Сіз арықтайсыз, но ол салмақты ұстап қалу уже кішкене проблематичный болады. Неге десеңіз, дәл менің системаменен бірге бастаған жігіттер болды, ешқандай қосымша продуктсыз. Мықты результатқа шықты, тез арада шықты, но ол салмақты ұстай алмай қалды. Түсіндіңіз ба? Яғни бірге бір темпте келдік, но менің салмағым сол күйі қалды, правильный жаңағыдай похудение нәтижесінен. А ол жаңағыдай правильный нәтижесі тек физикамен, тек немен салмаққа келгендер қалай тастады физикасын, солай 100, 108, 110 килограммға бірақ шығып қайтадан. Көрдіңіз ба? Сол жағы кішкене нелеу екен. Яғни қазір білесіздер, мынау кешеде айтып жатырмын, осы артық салмақтан арылу бағыты бойынша жылына бүкіл дүние жүзі бойынша қаншама 100 миллиард доллар оборот болып жатыр екен. Яғни адамдарға былайша айтқанда ең больной тема. Кімге адамдармен сөйлесіп жатсаңда ең бірінші сол денсаулықтан қарағанда артық салмақтан арылу проблемасымен көп адамдар ізденісте жүр. Ол бір шетінен дұрыс, но қазіргі таңда ол сфераның өзінде қаншалықты бағыттар бар, қаншалықты аптечный бағыттар бар. Даже адамдар денсаулығына нұқсан келтіріп, инвалид болып қалған кісілер де бар. Яғни бір жаңағы
бір бағыттағы өнімдер түсіп. Екі бағыт бар дейді. Біріншісі ол последствиямен күресу, яғни мочегонный, искусственный мынау жырды сжигать ететін, және неше түрлі гормональный нені қалыпқа келтіретін өнімдер бар қазіргі таңда. Олардан белгілі бір нәтижеге тез әрі нақты шығасыз, но ары қарай ол өнімді тоқтатып, немесе ары қарай ол бағытты тоқтататын болсаңыз, қайтадан салмақ келуі мүмкін, или одан ары асып кетуі мүмкін екен. Екінші бір бағыт, ол бағыт именно мынау причинамен күресу. Причинамен күресетін бағыт. Мен сіздерге осы жақты советовать етемін, причинамен күресетін бағытты. Неге? Өйткені жаңа айтып жатырмыз ғой, көп кісілер хабарласады дағына, былай деп айтады. Маған похудениеге деп мынау өнімдерді беріп жатыр, но показанияларында что-то ондай нәрсе жоқ деп айтады. Неге дейсіз ғой? Ең бірінші тағамды қалыпқа келтіретін кезде мучной глюкозаларды и углеводтарды, екінші газированный, үшінші тұзды тағамдарды и мынау бульон дейді ғой, бульон, майлы бульон, сорпа дейді, еттің сорпалары дейді. Вообще соларды да жолаудан қажет жоқ еді осы нәрселерге. Осы мучной, осыларды қалыпқа келтіріп жоғалту керек. Сіз немен көп қоректену керексіз? Сіз белковый нәрсемен қоректену керексіз. Белок, аминокислоттармен. Өйткені ол белковый нәрселер сіздің строй материал, мышечный массаның строй материалы екен. Бізде, мысалға мен похудениеге деп біз мысал беріп жатырмыз ғой, спирулина деген, витамин А плюс Б деген продуктілерді, аминокислоттарға бай. Не үшін оларды беріп жатырмыз для похудения деп? Себебі олар сіздің нормально зат алмасу процесінде қажетті аминокислоттармен толықтырады. Адамда мышечный масса өседі. Мышечный масса, конечно, мынау сіздің қимыл қозғалысыңыздан, упражненияларыңыздан, күнделікті, мен сізге айтпаймын, басып тұрып азаннан кешке шейін жүгір, азаннан кешке шейін отжимание жаса деп. Нет. Сіз определенный бір уақытқа постоянствоға қойып қоятын болсаңыз, сол моменттерді күнделікті 5 минут, 10 минут, 5 минут, 10 минут, вот сол темппенен сіздің образ жизни дейді, соған қалыптасады. Сөйтіп тағыны сіздің уже бойыңызда күннен күнге уже жаңағы нәрселер қалыптасады екен. Яғни, ол не? Бірінші, таза ауа, 20 минут, 40 минут жаяу жүру. Обязательно күнделікті. Екінші не? Ол мынау приседания. Приседания, мысалға, таңертең тұрдыңыз, уже интернетте бар, ең мышцы қалыпқа келтіретін, сжигать ететін, бедренный мышцалар екен. Соларды правильно приседаниямен 10-12 рет 3-4 подходтан жасасаңыз бетеді. И дальше мынау лимфодренаж деген бар. Кеше Нұрдана тренердің обучениесіне қатысып жатсыздар, арасында лимфодренаж жасаймын деп айтып қалып. Байқайсыздар. Өйткені көп несе жетістікке жеткен адамдардың жайлап әңгімелерін тыңдап отыратын болсаңыз, өздерінің упражнениялары бар. Лимфодренаж. Интернетті ашыңыз. Не ол лимфодренаж дегенді? Оны қарайтын болсаңыз, ол жерде де сізге обычный болмайтын 3-4 подходтық жаңағы нәрселерді көрсетіп береді интернетте. Төртінші не нәрсе ол? Мынау қан айналым. Қан айналымды дұрыс нәтижеге келтіру. Ол да өте керемет. Мысалға айтады ғой, су дейді. Күнделікті сіз 2-2,5 литр суды ішуіңіз керексіз. 2 литр, 2,5 литр су ішкен адамда бүкіл организмде жиналған от, жиналған мусор, жиналған жаңағыдай тұздар дейді, артық тұздардың барлығы сумен шайылып кету керек негізінде. Егер де адам дұрыс су ішпейтін болса, организмде не пайда болады? Организмде шлактар жиналады. Мәке, ассалаумағалейкум. Ал шлак жиналғаннан кейін адам организмде, ол шлактар бос кеңістікке жиналады. Ол ең жақсы көретін буындардың аралары, ең жақсы көретін тамыр,
клеткалардың аралары, мынау лимфатикалық клеткалардың араларына жиналады. Яғни ол тұздардың барлығы сіздің клеткаңызды одан ары қарай тесіп жібермес үшін не болады? Организм өзіне су жинайды. Отечная форма дейді. Яғни отек. 70%, 80% артық салмағым бар деп жүрген кісілер, олардың барлығында отечный синдром, ісік. Ал көбінесе сол ісікпен күресетін өнімдерде мочегонный бүкіл отектің барлығын кетеді, но салдар кетті, но себеп асталды. Себеп қалды. Яғни ең бірінші сол себепті, сол тұздарды қалыпқа келтіру, шаю, тұздарды жою. Оған ең бірінші сіз суыңыз, одан кейін қимыл қозғалысыңыз. Көп адам былай айтады ғой, адамның бір несі оңай жолмен жүргісі келеді. Қандай жетістік болсын, қандай өз-өзіңіздің денсаулығыңызбен жұмыс жасауыңыз болсын, еш жерде оңай нәрсе жоқ. Өз-өзіңізбен жұмыс жасауыңыз керексіз. Мына жерде де біраз адамдар мысалға артық салмақпенен күресетін бір жақсы бір ингредиент, жақсы бір не айтатын шығар деп келіп отқан шығар. Жоқ, мен сіздерге тура жолды айтып отырмын. Яғни еңбек керек. Еңбек ол не? Өз-өзіңізбен жұмыс жасау. Су, қимыл қозғалыс, жақсы ойлау, жақсы сөйлеу и жақсы бағыт қою. Мысалға, қазіргі таңда мынау не дейді ғой, кешегі өнімдермен и өзіңіздің денеңізбен жұмыс жасайтын уақытта мақсат қой деп айтады. ИМТ-ны не үшін не деп жатырмын сіздерге, өлшеңіздер деп жатырмын. Play Market'тен индекс масса тела алыңыз, сөйтіңіз дағыны салмақпенен бойыңызды тапсыртыңыз дағыны қанша артық салмақ соны шығарыңыз и сол салмақпенен күресу жоспарын құра салыңыз. Яғни мен қанша уақытта мынау салмақпен күресе аламын. 4 ай қойыңыз, 5 ай қойыңыз, 6 ай қойыңыз. 1 ай, 2 ай, 10 күн, 15 күн қоймаңыз, ондай результат болмайды. Сол результат бойынша, сол уақыт бойынша соған қарай жұмыс жасайсыз. Ең бірінші әдетті қалыпқа келтіру керек. Біздің күнделікті әдетіміз ертеңгі сіздің өміріңізді, денеңізді қалыпқа келтіреді. Образ жизни дейді ғой. Одан кейін ауру кетсе де әдет кетпейді дейді ма, не дейді? Сондай сөз бар ғой, ауру кетсе де әдет кетпейді деген. Көп кісілердің сұрағы былай дейді: мен егерде жақсы қалыпқа келіп, жақсы денсаулығымды қалыпқа келтіріп, өнім ішпейтін болсам, басқа ішпейтін болсам, маған ауруым келе ме дейді. Әрине келеді, сіздің әдетіңіз қалса сол күйі, сіздің ауруыңыз келеді. Сол үшін де бұл жерде сол әдетті қалыпқа келтіру керек. Күнделікті әдетіңізді, дұрыс тамақтану, уақытылы тамақтану, дұрыс су ішу, зиянды әрекеттерден аулақ болу, зиянды тамақтардан аулақ болу. Ең бірінші қазіргі проблема, дәл қазіргі біздің 21 ғасырдың проблемасы, ол балалардың, жас балалардың артық салмағы. Ең бірінші проблема. Бізге ол әлі енді жетіп жатыр, но дамыған мемлекеттердің барлығында 80%, 70% бала артық салмақпен ауырады. Неге? Өйткені қазіргі таңда фастфудовский индустрия дейді, тамақтық индустрия өте қарқынды дамып жатыр, дұрыс тамақтанбайды. Быстрая еда, быстрая смерть дейді ғой. Екінші, мынау қарқынды дамып жатқан проблема, адам үлкен ер кісілермен қатар әйел адамдардың да артық салмағы. Онкология не үшін дамып жатыр қазіргі таңда? Білесіздер, онкологиялық ауру айтады ғой, 21 ғасырдың осы 2020-2025 жылдың ең бір қатерлі статистикасы, әрбір 4 адамның біреуі қазіргі таңда онкологиялық ауруға шалдыққыш келеді, онкологиялық ауруға келіп жатыр. Бұрын еститін едік, анау мемлекетте бір адам онкологиямен ауырды деген, кейін біздің қаламызда бір адам ауырыпты деген, кейін біздің ауылымызда бір адам ауырып қалыпты деген еститініміз. Қазіргі таңда өзіміздің араласып жүрген ағайын тума-тумастарымыздың арасында онкологиямен ауырып жатыр деген естіп жатырмыз. Неге?
онкологиялық ауру күннен күнге біздің жанұямызға жақындап жатыр деген сөз. Неге? Өйткені қазіргі таңда осы біздің қаншалықты жаңалық, қаншалықты дамыған индустрия келген сайын біздің денсаулығымызға қауіп қатер келіп жатыр. Біздің соткамызды, біздің басқамызды. И сол онкологиялық аурудың ең бірінші тудыратын мәселе осы артық салмақ екен. Әйел кісілерде омырау, женский жақтан онкология неге көбейіп жатыр? Өйткені ол клеткалардың барлығы эстроген деген гормонмен питаться етеді. А эстроген гормоны біздің адамның жировая масса дейді ғой, майлы массасында өте көп болады. Сонымен қоректенеді. Біз сол онкологиялық ауруларға мықты жағдай жасап береді екенбіз осы салмақты көтеру арқылы. Сол үшін де күнделікті өз-өзімізбен салмақпенен жұмыс жасап қалыпқа келтіретін болсақ, ешқандай жаңағыдай қатерлі проблемаларды өзіміздің бойымызға, адамдардың бойына жоғалтпайды екенбіз. Және де оны өзімізден бастағанымыз жөн. Мен не істедім? Мен өзімнен бастадым. Бірінші, өзімде жаңағы артық салмақ болды, 108-100 килограммның жобасында. Ең бірінші ХБЛ, одан кейін давление, не пайда болды? Уже сахардың мөлшері жоғарылай бастады, бронхиальная астма, соның барлығы көбейе бастады менде. Яғни артық салмақ көбейгеннен кейін. Екінші, балаларда, бала шағамызда бронхиальная астма постоянно бередуал, сальбутамолмен жүретін болды. Жұбайымызда да проблема болды. Ол кісіде бруцеллез, мынау бауырда гепатиттің проблемалары болды. Бұлай айналып келгенде режимді қалай өзгерттік и дұрыс бағытқа, осындай правильный питанияға, правильный органика продукттерге қалай келдік, жаңағы проблеманың барлығы артқа кетті. Қазір біздің дастарханымызда газированный напиток деген тұрмайды. Мынау неше түрлі химический нелер болады ғой, жасанды тағам, екінші обработкадан өткен тағамдар, оның барлығы тұрмайды. Неге? Өйткені бүкіл проблеманың барлығы, бүкіл ауру сырқаудың барлығы біздің дастарханымыздан келіп жатыр қазіргі таңда. Любой супермаркетке кіріңіз, қазіргі таңда крем 90%, 80% өнім, даже кейбір кезде жерде 99% вообще натуральный емес. Бүкілінің барлығы жаңағыдай обработкадан өткен продуктілер. Оның барлығы біздің организмде түсіп, конечно, ол бірден неге алып келеді. Қазіргі таңда білесіз, мынау трансжир деген нәрсе бар, трансжир. Яғни бүкіл натуральный майдың барлығын қазіргі таңда жасанды трансжирлер жайлап жатыр. Одан құтыла алмайсыз. Трансжир 38-39 градуста ериді дейді. Организмге түскеннен кейін бітті ол. Сол жерде қалады. Бүкіл сосудтың барлығын, бүкіл ішектің барлығын, бүкіл мынау органның барлығын как пластмасса ретінде бітеп тастайды. Трансжир дегеніміз. Ол содан басталады адамда мынау ИБС, инфаркт, инсульт деген аурулар пайда болады екен. Трансжир. Сол үшін ең бірінші сол аузымызды тыюымыз керек. Қазіргі таңда білесіз ғой, енді ораза айы болып жатыр. Ораза айы өте керемет. Осы зиянды әрекеттерден адамның кішкене сабырлығын, адамның кішкене өзіне деген, тамағына деген, нәпсісіне деген мынау проблема нелердің барлығын жиып, адамның өзі етек жеңін түріп, кішкене дисциплинаға үйрететін ай. Қазіргі таңда осы жаңағыдай дисциплинадан үйренген адам ертеңгі күнгі бүкіл жыл бойғы әдет ғұрпының барлығын осы кішкенеден сақтайды екен. Айтады ғой, Алла тағаланың ең сүйікті құлдары мынау әдет ғұрпын постоянно кішкене де болса да жақсы жаққа өзгертіп отырған кісілер. Кішкене де болса. Мен сіздерге айтпаймын, мынандай қылып бір күнде өзгерте салыңыз деп. Бір күнде өзгерте салу мүмкін емес. Күнделікті кішкене жақсы жаққа қарай өзгере беру керек. Бүгін былай істедіңіз, ертең былай, арғы күні былай. Дәл осы темпте кішкене де болса өзіңіздің денсаулығыңызға деген бағыт-бағдарды өзгертіп отыратын болсаңыз, 6 айда, 1 жылда сізді адам танымастай өзгерістер болады. Көрсеттім сіздерге, алдын мынау кішкене суреттерді, алдыңғы 1-2 жылғы суретті, кейінгі суретті.
Қазірде мен адамдарға консультация беріп отқанда айтамын, қазіргі суретіңізді түсіріп алыңыз, міндетті түрде. Сөйтіңіз де ғана 6 айдан кейін түсіріңіз. Екеуінің разницасы 2 түрлі болады, егер де сіз менің айтқанымды істейтін болсаңыз деп айтамын. Неге? Өйткені адамда күнделікті миллион клетка өліп, миллион клетка тіріліп жатыр. Егер де сіздің әдетіңіз, ғұрпыңыз жақсы жаққа өзгеретін болса, ауру клеткадан, өлген клеткалардан нормально, қалыпты, жақсы клеткалар туындайды. Сөйтеді организмде жаңару, өзгеру процестері пайда болады. Адам жасарады, организм жасарады. Ал егер де сіздің әдет ғұрпыңыз сол күйі болып, немесе жаман жаққа қарай өзгеретін болсаңыз, әлбетте сіздің ағзаңыз кері қарай кетеді. Өйткені бізді күнделікті сүріп жатқан өміріміз әрқашанда төмен тартып отырады. Төмен. Біз әр секунд сайын қартайып жатырмыз. Әр секунд сайын уақытымыз өтіп жатыр. Әр секунд сайын жаңағыдай жердің тартылыс күші бізді жерге тартып жатыр. Яғни адам қалай кішкене өз-өзін бос қойып, кішкене өз-өзінің босатып жіберетін болса, бірден артқа кетеді. Яғни интеллектуалды жақтан да, духовный жақтан да, жаңағы не жақтан да, физикалық жақтан да. Енді мынау нелерге кеп тоқтайық. Продуктовый. Былай. Яғни, егер де қазір енді кімде кім мақсат қойып отырса, артық салмақтан құтыламын деген. Бірінші жаңа айттық, әдет ғұрыптарды, физикалық нагрузкалерді, соларды күнделікті режимге қойыңыздар. Екінші, обязательно, желательно, егер де осы салмағыңыз қалыпқа тезірек келіп, бір закрепленный неге ұсталсын десеңіздер, жақсы органика продукты алып ішіңіздер. Яғни ол мынау қосымша. Яғни сіз қазір айтады ғой, тағамнан біз өзіміз күнделікті 28 аминокислот, витаминный комплекс, минеральный комплекстер алуымыз керек біз. Адам не үшін, не себепті қомағайланып жей береді, білесіздер ме? Не үшін? Өйткені біздің кезімізде, біздің қазіргі таңда клетка настолько аш, қанағаттанбайды, тағамнан ала алмайды, тағамның құнары жоқ қазіргі таңда. Қаншақты сіз жейсіз келіп, тоймайсыз, тоймау сезімі көп. Тем более химикат нәрселер жейтін болсаңыз, ол жерде вообще усилитель вкустар бар, вообще тойдырғаныңды сездірмейді, жегізе береді, айналдырып кеп жегізе береді. Ал именно қазіргі таңда дамыған мемлекеттердің өзі бұл бағыттан, бұл проблемалар қайтып шығып жатыр. Олар қосымша жаңағы стройматериалдар, таза органикалық стройматериалдарды ішкізіп жатыр. Адамдар рационға кіргізіп жатыр. Одан қорқудың қажеті жоқ. Біз кезінде өзімізде сөйтіп қорқатындығымыз, үйрететіндігіміз бізді сөйтіп, ойбай ондайларды ішпеңдер, одан құрт шығады, андай шығады, мындай шығады деп ішкізбейтіндігім. Наоборот, күнделікті рационға кіргізетін болсаңыз, ол сіздің ағзаңызға күнделікті қажетті омега дейді, басқа дейді стройматериалдардың дозасын түсіріп отыруын қамтамасыз етеді. Адам біріншіден аузын тияды. Аз, тәбеті нормально, артық нәрсеге жеуге уже тәбеті де болмайды. Екіншіден, ол бағытты таңдаған уақытта да кішкене абай болу қажет. Өйткені фармакологиялық компанияның бағыты сияқты, бұл бағыттың өзінде де қып-қызыл бизнес, қып-қызыл ақша, бұл бағыттың өзінде де. Сол үшін де сертификаттарына GMP дейді. Сізді даже аптекаға кірген кезде өзіңіздің клиент құқығыңыз бар, GMP сертификациясын сұрауға. Неге десеңіз, клиникалық испытанияден өткен өнімдерді ішуге сіз құқылысыз. Аптекалерде 70-80% ол дәрі-дәрмектер ол сертификацияны не обладает қазіргі таңда, өкінішке орай. Сол үшін сол жағына көңіл бөлуіңіз керексіз. Үшіншіден, мынау әсер ету, цена жағына да мен көңіл бөлемін. Неге десеңіз, қазіргі таңда білесіздер ғой, мынау бүкіл составтардағы кальций дейді, магний дейді, цинк дейді, бөлек-бөлек алуға да болады қазіргі таңда. И барлық комплекстің барлығы бір жерде, бір өнімде болатын өнімдерді алуға болады. Яғни, уже наподобие тибетский медицина жағынан.
қазіргі таңда бағыт бағдары бойынша Япония бірінші орында тұр сол жағынан, именно органика продукты шығару жағынан. И және де соның нәтижесінен де болу керек. Япониялық и мынау Гонконгтың, Кореялық населениенің артық салмақ жағынан и өмір сүру жағынан бірінші орында тұрған. Яғни өмір сүру ұзақтығы ең бірінші орында тұрған населениелер. Яғни олар өздерінің денсаулық бағыттарын уже жақсы бағытқа өзгертіп, уже рациондарын өзгертті деген нәтижесі. Және де шу тәртібі кезінде де бір жайтты ескерту керек. Адамға, мен де ол кісілерге айтамын, адамдарға, сіз кез келген өнімді, кез келген продуктыны іштіңіз, оның жанында екі нәрсе жүру керек әрқашанда. Қиын қозғалыс, су, екеуі жүру керек. Ол болмайтын болса, нәтиже болмайды. Себебі айтады ғой, барлығы бір бағытта жүру керек. Екіншіден, көп адамның қателігі былай деп атады: мен артықтауым үшін, артық салмақтан кетуім үшін не жеуім керек деп сұрайды. Мысалға, ол да бір қателік нәрсе. Жаңағы мынау не дейді ғой, артық салмақпенен жұмыс жасаған уақытта жаңағы 3 бағытты ұстап отыру керек. И және де мынау менің сосын тағы бір байқаған нәрсем, мысалға, қазіргі таңдағы артық салмақпен өзім жүрген уақытта где-то бір 2000 қай жылдары, мысалға 2016 дедік, 2010 мен 11 мен 2009 пен 2006-ның аралығында менің ешқандай бірде-бір сүйретім жоқ екен. Представьте себе, бірде-бір сүйретім жоқ. Удалить жүрген білмеймін, вообще память те жоқ. Неге? Өйткені мен өзім бір білем, сүйретке ма, бір видеоға ма, бір тойға ма бір түсіп қалған кезіміз болған. Сол жерде өзімнің видеомды, өзімнің сүйретімді көріп, танымай қалған. Вообще танымай қалған. Действительно. Неге? Ондай ситуация болған шығар өздеріңізде. Бір видеода, бір сүйретке түстіңіз дағыны, и өз-өзіңізге жақпай қалдыңыз мысалға. Мәссаған, мынандай болып кеткен ба, мынандай болып семіріп кеткен ба деген сияқты. И содан кейін бітті, сүйретке түспеймін. Неге? Ол адамның ішкі самооценкасына, адамның ішкі жаңағыдай өз-өзін көтеру нәтижесіне өте үлкен соққы болады екен. Қазіргі таңда көптеген кісілердің өзінің потенциалын аша алмай жүргенінің бірден-бір себебі ол қорқыныш сезімі, артық салмақ. Публичный сценаға, жаңағыда тойда сөйлейді, басқа сөйлейді, сондай нәрселерге шыға алмайды. Неге? Іште самооценка төмен, өзінің ойын айта алмайды. Окружениенің мненияларынан қорқады. Анау былай деп айтады, мынау былай деп айтады деген сияқты. Мысалға, әлі күнге дейін бар менде, мысалы, әлі күнге дейін бар адамдар жаңағыдай айтатын кісілер бар. Мынандай, енді өзімнің коллегалардың араларында, нелердің араларында мазақтайды ғой, мысалға. Мынандай, енді айтпай қойын, домалақ деген сияқты, толстый деген сияқты нәрселер көп айтады. Ол адамның именно несіне, подсознаниясына жазыла береді екен ғой соның барлығы. И адам одан бетер жей береді, одан бетер не қыла береді, стресске кіре береді. И соның нәтижесінен адам жаңағы құрмау дейді ғой, айналымнан шыға алмай қалады. Неғұрлым жаңағыдай өз-өзіңмен жұмыс жасап, неғұрлым салмақпен қалпына келтірген сайын адамның ішкі потенциалы, ішкі самооценкасы өсе береді. А самооценка өскен сайын, адамның самооценкасы өскен сайын, ол бағыт-бағдарын, өзінің жетістікке жету жолдарының барлығынан уже семимильными шагами уже өте үлкен жетістікке де жетеді дейді. Сол үшін кез келген кітапты алыңыз, кез келген жетістікке жеткен кітапты алыңыз, кез келген бағдардағы мықты мотивационный кітаптарды алыңыз. Не дейді бірінші? Денеңмен жұмыс жаса дейді, жүгір дейді, тұр, оян дейді, былай істе, дұрыс тамақтан, су іш, өзіңнің денеңмен жұмыс жаса деп айтады.
Мысалы, машина алсақ та машинамызға қараймыз ғой. Машинаны жуамыз, тонировка жасаймыз, полировка жасаймыз, майын ауыстырамыз, ішіндегі тюнингін ауыстырамыз, кожаный сиденье, кожаный несесін істейміз. Неге? Не үшін? Өйткені біз окружение соның нәтижесінен мықты машинада жүргіміз келеді. Сол сияқты адамның денесі де ол инвестиция керек. Кеше бір Фархат мырзаның тренингінде айтып жатыр, нормальный, успешный адам дейді, ол денсаулығына 100-200 доллардың көлемінде инвестиция салып отыру керек дейді. Тек денсаулығына. Көрдіңіз бе? Тек денсаулығына салып отыру керек. Ол не? Сіздің күнделікті өзіңіздің денеңізге салып отырған. Ол тренировкаңыз болсын, басқасы болсын, питанияңыз болсын, сол жағынан сіз қарауыңыз керексіз. Өйткені Алла тағала берген сіздің денеңіз, ол денені сіз максималды пайдалануыңыз керексіз, қажетсіз өзіңіздің жетістігіңізге. Сол үшін біздің жүріп жатқан бағытымыз ауру сырқауды емдеу емес деп айтамын. Біздің өзіміздің бағытымыз өзіміздің жаңағыдай өзгерту. Айтады ғой, Всевышний не изменит положение людей, пока люди не изменятся сам дейді. Адам өзі өзгермей, ешқандай положениесі өзгермейді. Сіздің денсаулығыңыз өзгермейді. Сіздің мынау жұмысыңыздағы қарым-қатынасы да өзгермейді. Сіздің материалды қарым-қатынасыңыз да өзгермейді. Сіздің имандылығыңыз да өзгермейді. Адам өзінің ішінен бастау керек. Ал ол өзгеру әдет-ғұрыптан басталады екен. Сол үшін қазіргі таңда маған өте бір керемет әсер берген мынау жетістікке жеткен адамдардың кітаптарын оқығанымда. Жетістікке жеткен адамдардың кітаптарын оқып, мысалға бар ғой, жетістікте жүрген адамдардың маған да айтады, сен жассың ғой дейді. 50-де, 60-тағы кісілер айтады, мысалы, сен жассың, сенің обмен веществоң жақсы, сен тез результатқа шығасың. А бізде анауымыз бар, мынауымыз бар, жас кеп қалды, анау кеп қалды, мынау кеп қалды деп. Қазір осы бағытта қаншалықты кісілерді көрдім мен. 80-дегі, 85-90-дағы кісілерді көрдім. Жаңағыдай 40-дағы, 50-дегі кісілерді көрдім. Менен 2 есе жас көрінетін. Оның барлығы оправдание, былайша айтқанда. Білесіздер, Дэниел Джейкобс деген боксер бар, головкинмен шыққан. Онкологиямен ауырған сол, онкологияны жеңген. Неше түрлі жаңағыдай историялар тыңдаңыз, неше түрлі қаншалықты ауру сырқауды жеңіп, қаншалықты өзінің нелерін жеңіп, потенциалдарын ашып, мықты жетістікке жеткен. Өйткені Алла тағала сізге қиындықты да, ауруды да, сырқауды да не үшін береді? Сіздің әдет-ғұрпыңыз өзгерсін деп береді. Ал оны өзгертпейтін болсаңыз, әлбетте бәрі сол күйінде қалады. Өйткені сіздің жаңағы күнделікті істеп жүрген іс-әрекеттеріңіздің барлығы сіздің ертеңгі күніңізді қалыптастырады екен. Сол үшін де адам 3 бағытты өзгеру керек дейді. Ол физика бағыты, дене, екінші интеллектуалды бағыт дейді, үшінші духовно дейді, имандылық бағыты. И 4-ші материалды бағыт. Осы бағытты өзгерту керек. Оның барлығын бірден өзгерте алмайсыз. Ең бірінші сол тәніңізден бастаңыз. Тәні саудың жаны сау деп айтатын сол. Тәні сау адамның жаны сау. Өйткені сіздің тәніңіз дряблый, ауру, сырқау, бүкіл проблемаға бітіп қалған адамнан қандай сіз имандылықты сұрайсыз, қандай сіз жандылықты сұрайсыз, қандай материалды жағдайды сұрайсыз. Өйткені оның іштегі жанның сарайы, жанның жаңағыдай мейрамханасы, тәні проблема болып тұр ғой. Сол үшін ең бірінші бағыт, осы бағытты біз дұрыс ұстауымыз қажетпіз. Оны сымбатты, жаңағыдай здоровый, мықты қылып тәрбиелеу әр адамның өзінің қолында. Әр адамның өзінің қолында. Мысалға, менің өзімде айтып жатырмын ғой, 3-4 жылдың көлемінде бүкіл проблемаға бітіп қалғаным. Студенттік уақытында Хоббейл диагнозы қойылған. Студенттік уақытында Хоббейл деген диагноз. Мынау спирометр деген аппаратқа түсіп, кәдімгі кафедраның ішінде, өкпе ауруының кафедрасының ішінде Хоббейл диагноз қойылған. Студенттік уақытында. УЗИ түсем, яғни әр кафедраның әр сабағында түсеміз, менен диагноз анықталып жатады. УЗИ түсеміз, клапан дұрыс жасамайды. Ананы істейміз, давление тексеріп, давлениесі бар. Ананы істейміз, мынаусы бар. Неге? Менің өзімнің образ, күнделікті өмір сүріп жатқан образым
вообще дұрыс болмаған. Темекі де шеккенбіз, ішкілік те ішкенбіз, жаңағыдай дұрыс тамақтанбағанбыз, оңды солды майлы тамақтанғанбыз, газированный, мынау неше түрлі не дейді мынау энергетический напитоктер болсын, анау сыралар болсын, не бар не зиян бар барлығын тыға бергенбіз, айналдырып келіп. Ал оның барлығы не болды? Ауру болып, сырқау болып жиналды. Зато осы бір болмашы бір айналдырған 3-4 жылдың ішінде бүкіл бағыттың барлығын постепенно жай өзгертіп келіп, осы бағытқа келді. Және де мынау Роберт Аллен деген кісінің сабағына қатысқанымызда ол кісі айтатын тұғын, егер де дейді, екі параллельді сіз бір бағытта жіберетін болсаңыз, айға барады дейді. Ал егер де екінші параллельді 0,00001 градусқа кішкене өзгертетін болсаңыз, бағытын өзгертетін болсаңыз, екінші сызық қайда барады дейді. Екінші сызық айға емес, ол бір Марсқа ма, Юпитерға ма кетіп қалуы мүмкін дейді. Сол үшін де дейді, сіздер күнделікті бүгінгі күннен бастап әдет ғұрпыңызды 1 миллиметр болсын, 1 шаг болсын, 1 бет болсын өзгертетін болсаңыз, сіз 5 жылдан кейін басқа жерде тұрасыз деп айтатын. Вот сол сөз маған қатты өзі ұнады. 5 жылдан кейін сіз басқа жерде тұрасыз, басқа адам боласыз, басқа бағытта жүресіз деп айтатын. Сол үшін де күнделікті өзіміздің әдетімізді жақсартып, жақсы бағытқа кішкене де болса өзгертіп отырсақ, былай жетеді. Қазір мысалға золотой час дейді. Сол бағытты мынау ежедневниктерім тұр. Мысалға золотой час деген не ол? Адам күнделікті өзіне 1 сағат уақыт бөлу керек. Өзінің тәніне, өзінің жанына и өзінің жаңағыдай материалды жағдайына дейді. Интеллектуалды жағдайына. 3. Яғни 1 сағат күнделікті таңертең тұрып 1 сағат бөлетін болсаңыз, күнделікті таңертең тұрып 20 бет, болмаса 5 бет кітап оқып, қандай кітап болмасын, ол Құран болсын, ол жаңағыдай психологиялық кітаптар болсын, интеллектуалды кітаптар болсын, 5 бет оқып отыратын болсаңыз, адам күніне, жылына 70 кітап оқып тастайды екен. Қараңыз. Күнделікті сіз жаңағыдай бағыт упражнениялар істеп отыратын болсаңыз, адам күнделікті ол жағда сіздің денсаулығыңызды құрмет етеді екен. Мысалға, постоянство дейді ғой. 5 уақыт намаз мысалға. 5 уақыттағы намаздың мынау упражнениялардың барлығы, лимфаның барлығын қуатын упражнениялар. Сіздің омыртқа жотаңыздағы мышцалардың бәрін укреплять ететін упражнениялар мысалға таңды. Күнделікті. Ол 5 уақыт намазды оқып болғаннан кейін менде не қалыптасқан? Закрепляция етілген. Мынау не дейді ғой? Оны Шамиль Әлеуеттен үйрендім. Постоянно өзің миыңа закреплять ет дейді дағыны. Коверді көрім, жаңағыдай жай намазды көріп, намаз оқып болғаннан кейін обязательно не дейді ғой? Не болады ғой? Пресс качать ететін. Сол упражнениені істеп жүрім. Обязательно. Оқым бір 2 минут уақыт кетіп болды. Күнделікті. Және де бір турник қойып болған ол кісі. Турник. Күнделікті өтіп баратқан кезде, шығып баратқан кезде жұмыстан, кіріп баратқан кезде 5-6 рет тартынды. Сол әдет ғұрыпты қалыптастыратын болсаңыз. Бір жерге отырып қалдыңыз, приседание жасап жүріңіз. Күнделікті әшейін бір болмашы бір іс-әрекеттеріңіз сіздің ойыңызды, денеңізді қалыптастыра береді екен сөйтіп. Ол не обязательно ана басып тұрып күнделікті не қылу. Сол әдет ғұрыптардан басталады. Содан кейін су вообще іше алмайтындығым. Суды күнделікті мысалға 1 килограмм массаға 30 мл су дейді. Ол 2,5-3 литрдің көлемінде су. Су ішпеген адамға, мүлдем ішпеген адамға ішкізіп көріңіз, жаны шығып кетеді, іше алмайды. Постепенно 200 грамм, 100 грамм, 50 граммнан бір жұтымдап іше беріңіз. Сіз уже 1-2 аптадан кейін сусыз өмір сүре алмай қаласыз. Неге? Сіздің теріңіз, денеңіз қалыптаса бастайды. Ағара бастайды уже. Дене бітіңіздің бәрі су. Күнделікті жаңағыдай физикалық. Мысалға, кеше мен неде болдым? Ауылда болдым. Ауылда болып, аузымыз беріп, ораза барғаннан кейін өте үлкен поля шөптерді әкеміз
енді айтқан жоқ, бірақ сонда да орып тастағым келді. Бастаған уақытта байқадым, что-то оңай емес. Өйткені әбден шығып қалғанбыз ол жұмыстан. Бастадым, бір күн істедім, кішкене, 4 күн, 5 күнде бітіріп тастадым мысалға. Но менің бір бастаған күндегі істегенімнен соңғы істеген кездегі жұмысым 10 есе артты. Яғни соңғы 4-5 күні баяғы формаға кәдімгідей келіп алдым, қырып тастадым кәдімгідей шөп. Аузымыз ораза басады. Неге? Сіздің күнделікті істеген іс-әрекетіңіз мына мышечный формалардың бәрін қалыпқа келтіреді. Басында істеу өте қиын. Не қылады? Артқа тартады. Істей алмай, қойшы ауырады, тізелері ауыруы мүмкін, буындар ауыруы мүмкін, іші ауыруы мүмкін. Қойшы жата салшы, қойшы істемей, қойшы не пайда бұдан деген сияқты. Но кішкене де істе деп көріңіз. Сіз 10-20 күннен кейін далаға шығармаса, жүргізбесе, уже сіз ауырасыз. Неге? Сізге уже қалыптасты. Күнделікті 10.000 метр жүрмесем, 10.000 шаг жүрмесем, мысалға, мен уже ауырамын. Неге? Өйткені ол закрепляция етілді. Әдет қиын. Күнделікті жаңағыдай 5-6 парақ, 10 бет кітап оқымасам, тағы да ауырамын. Неге? Бір нәрсе жетпей тұратын сияқты. Күнделікті жаңағыдай қалай айтса болады, арасында жеп қаласың ғой, енді арасында дұрыс емес тамақтар жеп қаласың. Қуырылған, фастфуд болсын, арасында кетіп қалады бәрібір. Газированный напиткі болсын, бір нәрсе кетіп қалады. Ішіп қалдыңыз, бітті, ауырасыз. Жақпайды ол сізге. Өйткені неге? Организм дұрыс тамаққа үйренді уже. Қазіргі таңда бізде балдардан сұраймыз, кола, мола, не ішесіздер ме десем, жоқ ішпейміз, тәтті емес қой дейді. Неге? Уже қалыптасты ғой, баланың организміне қалыптастырдыңыз. Балаға кішкентай кезінен бастап тәтті-мәттілердің бәрін бере беріңізші, бұл вкусовой рецептордың бәрі қалыптасты, нормально, здоровый пищаны қабылдамай қалады. Неге? Сіз оның әдет-ғұрпын қалыптастырып тастадыңыз. Әдет-ғұрпын. Әдет деген нәрсенің барлығы басымыздағы нейрондарда қалыптасады екен. Басымыздағы нейрондарда. Ол нейрондардың барлығы өсіп, тамырланып кеткеннен кейін ол әдетті бұзу өте қиынға соғады екен. Иә, бұзуға болады, но онымен жақсылап тұрып жұмыс жасау керек екен. Біздің ішімізде кишечниктер, патогенді кишечная флора и нормальный қалыпты кишечная флора дейді. Өйткені сіздің ішіңіздегі кишечная флора сіздің не жеуіңізді заказ беріп отырады, талап етіп отырады дейді. Не жеуіңізді. Егерде патогенді кишечная флора көп болатын болса, ішекте қажетсіз бактериялар, қажетсіз құрт құмырсқалар көп болатын болса, олар сізден тек қана зиянды тамақтар талап етіп отырады. Нормальды тамақтарды қабылдай алмайды олар. Сол себепті де ондай кісілер жей алмайды. Ал егер де сіз сол моментке жай келе беретін болсаңыз, 4 ай минимальды, максималды 6 ай, 8 айдың көлемінде бүкіл уже организміңізді басқа жаңаша бағытқа өзгертіп алуыңызға болады. Бәрі өзіңіздің қолыңызда. Сол себепті де мен жаңағы кісілерге айтатыным, және де екі қабат әйелдер көп хабарласады. Салмақты қалай кетіреміз деген сияқты. Екі қабат әйелдер. Екі қабат кезінде тамақты көп жейді, білесіздер ғой, енді гормональный не болады. И содан кейін салмақты кетіруге қандай продуктілер ішсек болады деген сияқты. Оларға да кешеде эфирде айтып жатыр. Бірінші профилактикалық. Екі қабат кезінде де дұрыс тамақтану керек. Өйткені сіз екі қабат уақытта балаға, құнар, балаға беріп жатсыз ғой, құнардың барлығын беріп жатсыз. Сіздің сол уақыттағы питанияңыз өте қатты әсер етеді балаға. Дұрыс сау анадан сау бала қалыптасуына. Дұрыс құнарлы питания жеуіңіз қажетсіз. Екіншіден, баланы босанған уақытта да көп кісілер емізбей қояды. Емізу керек. Өйткені сіз баланы емізген уақытта күніне 500-600 килокалория бүкіл құнардың барлығын балаға бересіз. Салмақ тез кетеді екен сол уақытта. Салмақ тез кетеді екен. Және де обязательно жаңағыдай өзінің упражнениялары бар. Интернетте бәрі тұр. Лимфодренаж ет, басқа дейді. Йогамен айналысып жатады бір кісілер. Пожалуйста, оны да қолдана берсеңіз болады. И және де мынау органика, табиғи тамақтан ала алмаған питанияларыңызды органика продуктлерді қоссаңыз да болады. Екі қабат әйелдерге, беременный әйелдерге біз саумалды рекомендовать етіп отырмыз, білесіздер, саумалды.
балдарға да саумалды рекомендовать етіп отырмыз. Өте жақсы қоректендіріп береді. Саумалдың майлылығын барлығын алдыртып, қазір капсулированный саумалдар шығып жатыр, білесіздер, технологияның дамыған заманында. Соларды рекомендовать етіп отырмыз. Ол да болады. Және де біздің енді қазіргі таңда похудениеге деп арнайы бағытпен келген кісілердің барлығына ерінбей жаңағы айтқан әңгімелердің бәрін қысқаша аудиозаписпен жіберіп жатырмын. Мынаны істейсіз, мынаны істейсіз, мынаны істейсіз. Егер де оны істемей өнім ішетін болсаңыз, лучше ішпей қойыңыз. Өзіңізді де мені де алдамай қойыңыз. Лучше солай істеңіз деп айтып жатырмыз. Дәл осы бағытпен істейтін болсаңыз, міндетті түрде болады результат. Міндетті түрде. И және де мынау балалардың артық салмаққа тез кенелуі. 10 жас пен 12 жастың аралығында өте қатты бейім болады екен. Осы бағытта баланың питаниясын қаттырақ қарау керек. Балаға не көрінгенді жегізе беруге болмайды. Жылайды деп, басқа деп. Баланы күнделікті не жеп, не ішіп қойып жатқанның барлығын қадағалап отыруыңыз керексіз. Өйткені сіз баланың болашағын, баланың болашақтағы денсаулығын құрып жатсыз қазіргі таңда. Күнделікті оңды-солды жегісі келген нәрсенің барлығын жегізе беретін болсаңыз, әлбетте баланың денсаулығы өте келешекте аурушаң болып кетеді. Сол үшін сол жағына көп көңіл бөлу керек. Тағы да көп сұрақ қойылатын сахарный диабет. Сахарный диабеттен мынау бір кісілер айтады, мен мысалға сахарный диабет деген ауру неде жазылмайды, медицинада жазылмайды ол. Но ол мынау органикалық табиғи медицинада, халықтық медицинада жазылады деп айтады. Неге? Сахарный диабет өзі былай қорқынышты нәрсе емес, оның осложнениесі қорқынышты. Осложнениесі. Яғни ол 5 органға тиіседі дейді. Бауыр, бүйрек, көз, құлақ, шеткері тамырлардың барлығын істен шығарады дейді. Сол үшін де сахарный диабеті бар кісілерге мен айтамын, өмір бойы химиялық, гормональный, басқа бір дәрі-дәрмекті ішкеніңізше лучше рационға кіргіңіз, өмір бақи осындай органика продукт ішіңіз деп айтамын. Неге? Өйткені адам өзінің асқазан асты безін қалыпқа келтіріп, инсулин гормоны нормально бөлінетін болса, сахарный диабет жазылады негізінде. Тек сол жаңағы айналып келгенде әдет ғұрыпты өзгерту керек. Қаншама пациенттерменен мысалға айтып отырмын ғой, мен де өзім районный кардиолог болғам, сол кезде ден здоровье ол жерде де жүргіземіз. Салмақ аузын тие десең никак тимейді, өліп бара жатса да аузын тимейтін науқастар бар. Хоть өлтір, мен оны жеп өтемін дейді. Болды, не істейсіз оған? Сондай кісілер бар. Ананы да жеймін, мынаны да жеймін, тығып жейді, не қылып жейді, байқамай жеп қояды деген сияқты. Неге? Өй қалыптасқан. Сол үшін мынау оларменен кішкене психологически кішкене сөйлесу керек. Бәрібір айтады ғой, біздің беріп жатқан еміміздің 10% ғана ем, 90% адамның өзінен, жаңағыдай дәрігердің өзінен дейді. 90% сөзбен емдейді дейді ғой. Сол сияқты жайлап алып келіп адамға түсіндіру керек. Не үшін, не себепті? Мысалы біз жеме, істеме, үйт, бүйт деп айта береміз, бірақ не үшін екенін көрсетпейміз ғой. Сол себепті сол не үшін екенін көрсету керек. Мысалға балдармен сөйлескенде де сөйтіп айтамын, тісіңді жу деп қақсап айта бергенше, не үшін жуу керек? Жумаса не болады? Соны кішкене көрсетіп жүру керек. Видеолар бар, басқалар бар, құрттарды, бактерияларды көрсететін болсаңыз, бала естественно түсінеді, мынандай екен ғой деп. Сол сияқты ондай кісілермен жұмыс жасаған уақытта да артық салмақпен жұмыс жасайын деген кісілермен ол кезде де сөйтіп не себепті, не нәрсе ар жағын кішкене ашып көрсететін болсаңыз, адам уже кішкене өзгере бастайды. Өйткені сіз болмайды деген нәрсені адам табиғатымен жаралсыз сондай істегісі келіп тұрады. Болмайды деген нәрсені. Енді кішкене неге де жақсы, онда сау болыңыздар. Өйткені 18 минут, 17 минут қалып деп жатыр. Енді Алла қаласа күн ара шығып отырамыз. Бүгінгі тақырыбымыздан бөлек тағы да тақырыптарды қозғап отырамыз. Барлығыңызға жақсы, сау болыңыздар, ораза қабыл болсын. Рахмет тыңдағандарыңызға. Бұл эфирді сақтап